Құлсарыға жетіп қалдық. Құлсарда менің жандай достарым көбі Құлсарыдан. Құлсарыда талай болдым өзімде де. Короче, бізге Құлсарыға келдік. Аман есен 2 сағаттай жол жүріп келдік Бейнеуден. Енді Құлсарыда бізге гид керек емес, өйткені біздің оператор местный дейсің да. Біздер Құлсары қаласына келдік, жастар үйіне. Де қазір кәсіпкерлермен кездесу болады. Ассалаумалейкум, құрметті жігіттер. Біздер енді міне Құлсарыға келіп қалып жатырмыз. Мен есім өзім Асхат, туған жерім Атырау негізінде. TikTok, Instagram қаралым жасап жатыр ма? Оның барлығы монетизировать етіп, ақшаға айналдырып келуге. Қазір неге инфобизнес көп? Информация береді, сатады, курс сатады и так далее. Потому что бұл дейтін расходы вообще аз, қанша? Маржинальность 90% бизнеста. И қазір сондай мода да, инфобизнесте. Через Instagram не арқылы курс жасап сату, немесе бір товарды сол Instagram арқылы сату. Игровой зал, жастарға арналған. Компьютер, PlayStation, сондай жағынан. Мен әлі бастаған жоқ, мен де бастап отырмын. Бұйыртса соның саласында жүрмін. Мен енді сізден қоятын сұрағым андай, мен биттім, мына жерде мындай ақша таптым емес. Мен қалай жұмысты бастауым керек сол сұрақты ой. Хорошо. Қалай бизнесті қалай бастап кетуім керек осы. Мен қасымда конкурентім бар, сағатына 400 дейді, например. Оның компьютерінің офисный компьютер, былай айтқанда. Менікі крупный компьютер. 400-ді қойғым келмейді. Сен определять басынан, сенің компьютерный клубың қандай сегментте болады? Ол средний сегментті, ол премиум сегментті. Егер сен премиум деп жатсаң, значит сен VIP сегмент болып тұр. VIP сегмент болу үшін сен сай VIP услуга көрсету керексің да адамдарға. Кіргенде күшті атмосфера, кондерін ұрып тұр, кожаный диван мысалы да, компьютер күшті биткенде зымырап кететін. Сондай сервис действительно қылып тұрсаң, действительно бағаңды көтеріп. Біз өзімізге керектің барлығын алдық. Енді керегін алады кәсіпкерлер. Мына жерде арамызда кәсібін жаңадан бастаушылар бар. Оның ішінде кәсіп бастап жатқан жігіттер бар. Ассалаумалейкум, құрметті достар. Біздер Құлсарыға жеттік. Құлсарыда керемет кәсіпкерлермен кездесу өтіп, күшті разборлар алып. Еркош бауырым, кезінде біздер брейк-данстан бірге биледік. Осы Құлсарыда тұрады. Қай ауыл сендер? 7-ші ауыл. 7-ші ауылдың бауырымыз. Енді Құлсары туралы бізге күшті Құлсарының местный атмосферасын айтып жіберсең, бұл қай жерге келіп отырмыз? Не деген жер? Құлсары қалашығының базары, бізде жалғыз бір базар. Базар дамып жатыр, кеңейіп жатыр, өсіп жатыр. Заманға сай. Енді базардың ішін бір көрсетіп жіберсеңші. Жүр, базарды көрейік. Бізде базарда жарыс, арзан киім, арзан, бәрі арзан. Арзанға клиент айта аласыз. Барған жерің арзан деп ашып жатыр. Бұл жерде киімдер, тауарлар өздерінің жартысы Алматыдан алады, жартысы Түркиядан алады. Ішке кірсек, Түркиядан алатын киімдер бар. Біз сонда қазір базардың арт жағынан келе жатырмыз да? Базардың черный ходпен келе жатыр. Базарда білесің ғой, екіге бөлінеді ғой базар. Арзан жағы, қымбат жағы деп. Біз қай жағына барамыз? Арзан жағында келе жатыр. Да? Менің есімім Гүлхан. Гүлхан. Гүлхан Сұлухан. Ағайын немесі, апасының немесі? Ағайын. Күшті, керемет. Сауданыңыз қалай, жақсы ма? Халық қалай, жақсы ма? Кәсіби. Құлсарыда не ұнайды? Құлсарыдан баяғыдан осында да? Иә, енді Құлсарыда. Не қызық бар күшті Құлсарыда? Айта беріңіз, емін еркін, не? Шоу бар деңіз, болды. Просто Алматыда, Астанада бәрі андай етіп өтті. Батыстар бір наглый дейді да. Наглый адамдастарды айтамыз, наглый емес, ол прямолиния емес, тіке айтады. Тіке айтқан жақсы көреді да. Бірақ та тіке айтса да, ар жағында жақсы ниетпен айтып тұрады да. Сондықтан құрметті достар, міне
апаларымызды көріп жатсыздар, танысып жатырмыз. Біздер еще қаланың ішінде емес, мына базарына барып келіп, мына ауылдың атмосферасын бергіміз келіп тұр. Мына көріп жатсыз барлықтарыңыз. Рахмет сіздерге көп. Сауданы жүрсін. Онда да Достарының көбі мысалы қандай жұмыста? Сол Теңгейде. Теңгейде. Аллаға шүкір берген бір бақытты метод. Сразу кеттік. Сұхбатқа кіріп кетті. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сико, JSS. Қалайсыңдар, Сико, жақсы ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Еще Алла аман, бәрі жақсы. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Қош келіпсің біріншіден. Рахмет. Құлсарға базар жоқ. Всем салам алейкум. Біздерге бірдеме деп жер біздің проектке, біздің YouTube проектке. Дами беріңдер, так базар жоқ. Бауырым танимын ғой мен. Есет танимын ғой. Рахмет. Әңгіме жоқ. Қош келіпсің. Сико. Ауылдамыз. Әңгіме жоқ. Сондай. Бұрыннан тыныш кең жылой деген аты бар. Жылы қой, адамдардың жүрегі сондай жылы, ойда жылы. Адамдар жақсы біледі, аты жоқ. Мында не таксистермен кішкене сөйлесеміз бе деп, онымен болмады. Представляете? Қайырып тастайды, қоя сұхбаткер емес. Кішкене не екен андай, защитный реакциялар мықты екен, до того қатты слойный да, уже андай сым қалады екен түсіп. Күн салқын негізінде. Көл болып саналады ғой бұлай. Қызыл балық жоқ. Но бізде баяғыда котельный болды. Ой, маған айтып отқандай жастар бизнеске жақын ғой. Бізде қарап, түсініп, әр жерде осындай бір жақсы керемет жерге айналып жүрді. Бұрын бұл жерде полностью қамыс болған. Үлкен ағалар айтады ғой. Үлкен кісілердің айтуынша, әр жерде полный қамыс. Сосын бір кездер андай қателеспесем 98 жыл екен, андай балық алып келген екен. Қамыс жейді. Қамыстан құтылу үшін, арылу үшін, ашылу үшін суды. Сол балықтың арқасында енді өзім көріп тұрғандағыдай қамыстар азайды. Мына ең қызық нәрсе болып тұрған мына тапчан ғой. Ол просто тапчан емес, ол именно суға жүріп қояды да ортасына қарай, и сол жерде өзің тойып жасайсың. Керемет нәрсе да. Қандай балықтар түсетін? Карась көп, сосын мөңке көп. Бар өзі, ақ балық бар, алабұғаң бар. Қамыстың арасында балықтар. Таза көлдің балықтары. Манағыда кефаль нелер жоқ му? Керемет, бірақ та енді по-любому құстардың жылойдың өзінің бір несі бар ғой. Өзінің бір стилі бар деймін да. Ұнайды. Қаншама өзім туған жерім болса да, андай брутальный да адамдар, брутальный. Күшті. Наоборот, иногда кей кезде сондай үлкен қалаларға сондай брутальный адамдар жетіспейді ғой. Талай мекемелер бізді тендерде отып жол салған. Бірақ Казком сияқты әлі көңілден шығатында ешкім жол салып отқан жоқ. Но Казком мекемесінің бірінші мосты алғаш Құлсары қаласына салып отқан. Мына микрорайон ғой да? Но біздің 7-ші ауыл. 7-ші ауыл. Мен өзімнің жанынан артық жақсы көретін ауылым 7-ші ауыл деген. Атырауда неде айтылады ғой, центр. Но бізде центр. Құлсарының центрі 7-ші ауыл. Қалай, жақсы ма? Жақсы. Да, сабақ күшті ма? Нешінші класс? 7-ші класс. Бәрін бірге класстасыңдар ма? Новый мектеп қалай сіздерге? Жақсы. Жақсы, күшті ма? Сіз қаяқтан? Біздер Астанадан келдік. Бәріңе сәлем. Қазақстандықтан. Кең жігіттерден сіздерге дұғай сәлем. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам.
иә Петр мен Бағдат досым разбор алды ғой, соны берсін да кері байланысты. Иә. Өте әсерлі. Кездесу қалай болды? Бүгін кездесуден не алдың өзіне деген сияқты. Көп әсер алдым, көп. Оны енді айтып жеткізе алмаймыз. Екі-үш нәрсемен бөлісіп кетсең. Сізбен сөйлескен адам бәрінен белгілі болады ғой. Қазір түсіндіре алмаймын мен ол нәрсені. Осыдан бір жыл бұрын Петамен біз кездесіп, оның барбері бар, PI барбер. Сол жерге барып, шаш қайдыртып, ол енді қана екеуміз жүрміз. Сол жерде шаш қайдыртып, сол жерде кішігірім разбор болды. Рахмет. Рахмет. Бағдат, тұр. Өзіңдікін айт. Мен күшті әсер алдым действительно, Арман. Андай уже атмосфераны сезіндім да, уже бағанағыдай бизнеске деген мен талпынысым уже бір 2 сағат сөйлескеннің өзінде, таңертеңнен бері жүргеннің өзінде бірталай не алып қалдым да, бірталай мотивация алып қалдым. бір жылға мотивация алып. Бір жылға уже андай құштарлығым одан сайын не істейді да, оянады ма, қалай айтады. Сол үшін сол бағана сіз берген задачамен сол осыны істеп барайын мен. Одан кейін уже сізге тағы да связь шығамын ғой берсе. Обязательно ең бастысы жасау керек та, результат шығады да сонда. Сол кезде результат шығады ғой. Мен еске аласың, инстаграмда мені отметіп, мен от души қуанамын да. Рахмет сізге, брат, көп келіп отырғаныңызға қолдап. Ал біздер мына Құлсарыдан Атыраудың жолында Дассор дейтін ауыл бар. Осындай сорлар көп екен. Соны сорда енді кетушілер көп қой адамдар, бірақ та келіп осылай тоқтап, оны ұстап, не екенін көрсететін боламыз. Кеттік. Ощущение андай, как будто құрғақ кеуіп қалған бір нәрсені ішіне басып жатсың. Естіп жатсыз ғой да, звуктар міне. Яғни приятный массаж сияқты ана. Баяғыда есімде бар. Мен кішкентай мезгілінде сол химпоселкте тұрам болсын. Қаланың сырт жағында мал шығарамыз, сол мезгілде осындай сорлар көп болатын еді. Сонда тәтем деген папамның ағасы ғой. Бізде сол айтады тәте деп. Сол кісімен бірге ана бетіндегі тұздарды жинап алатын едік. Сол тұздарды алып балықтарды тұздайтын едік. Мына тұз ғой. Мына езіліп жатыр. Трассада келе жатқанда жолдың бойында сағым деген нәрсе бар да. Бұны орысша айтқанда мираж дейді ғой. Как будто су тұрған сияқты асфальттың бойында. Сол трассада осылай сол сағымдарға қарап өтіп барамыз. Нет, завтра утром уезжаем. Давай вечером я как раз предприниматель встретил. В общем, біздер Атырау қаласына келдік. Менің туған жерім. Ақтаудан Атырауға дейін қанша километр? 1200 километр біздің қасымызда болды. Алла разы болсын, саған рахмет. Енді осы жақтан атыраулықтар бізді ары қарай жеткізетін шығар деген ниеттеміз иншалла. Бұйырса. Ассалаумағалейкум, брат. Жақсы, өзің қалайсың? Аман екен. О, браттар. Сразу. Все, это прямой эфир. Бүгінде Атыраудың кәсіпкерлері күтіп жатыр. Кешке арата кездесеміз бұйырса. Сәлеметсіз. Алдарыңыз қалай, жақсы ма?
YouTube проекті жүреді, 70 мың адам, 60 миллион просмотр бар, сол каналда көресіздер иншалла. Бір сөз. 60 миллион? Иә, біздер енді мына 600 миллион болсын бұйырса. Амин, амин. 600 миллион просмотр болсын, көре беріңіздер, бизнестеріңіз дами берсін. Амин. Тек донер жасап отыра бермеңіздер, неше түрлі бизнес жасап үйреніңіздер осы кісілерден. Амин. Қазақтар шауып келіп донер жасай береді бәрі. Біздер бағыттап бара жатырмыз қазір қаланың сыртына қарай. Бір минут апашке кіріп, просто бетіне сүйіп жүрейін де, арғай химпашан тұрып кетеміз. Құрметті достарым, бұл Қара депо деген жер, мына жақта қарасаңыздар, химпоселктың химзавод деген завод, сол жерде мен кішкентай кезінен өскен жерім химпоселк деп аталады. Соның жанындағы көршіміз Қара депо. Бұл жерде менің ағамның, папамның өзінің туған апасы, сол кісіге амандасып кіріп шығу керек по-любому. Нұрбек апа? Нұрбек апа? Сәлем бердік. Қалайсың? Жоқ, керемет ешіне қалай. Қалайсың, жақсың ба? Жоқ, камера ғой. Иә. Проект қой біздің. Қалайсыңдар, Нұрбек апа, жақсы ма? Жоқ, біз мен балдармен асығыс тек нан ауыз теймін, құттай болды. Печенье алып жейші. Бісміллә. Сол өзім кіріп амандасып шығайын, ертең бүгін келдім тек Құлсардан. Ертең уже Индерге кетем. Қазір жігіттермен жүрмін ғой. Қазір мына поселкқа барамын, авто тиеді ме? Білмейді сол. Жақсы, барардым қазір өзім. Сол жерде бір 15 минут түсіп аламын да, сосын ары қарай кетемін дальше уже. Туған жерімді көрсетейін дегенім ғой, жаңа проектке. Қалайсың, Нұрбек апа, жақсың ба өзің? Жақсы, күшті бәрі. Инабат бәрі сәлем айтып отыр, мамалар бәрі. Иә. Сол амандасып шығайын дегенім ғой, Нұрбек апа, чисто. Очень сияқты. Очень. Осы жерге бір жерге тұра бер, брат. Мына кіретін жері қай жер екен? Ал құрметті достар, біздер химпоселк ауылдамыз. Осы ауылда мен туып өстім. Және де химпоселктің жанында бізде 2 қатарлы, 3 қатарлы здание бар. Осы жерде мен класстасым қазір бокс үйірмесін үйретеді. Жас балдарға соның ішіне кіретін болып көрсетеміз. Бұл бокстың вообще историясы, мен әкем өзім спортсмен, 96 жылы ол әкемізден айырылып қалдық. Сол әкенің кезіндегі достары, жаңа Адик деген кісілер бар. Сол кісілерні кезінде, сол біздің кезімізде біздерді үйретті. Енді қазіргі таңда мен класстасым Жаслан деген жігіт, жаңа өзінің балдарды спортқа үйірмелеп, осы жерден мықты чемпиондар шығып жатады. Кетіп көретін боламыз. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Жақсысыз ба? Тренировкаға тұрасыз ба? Жоқ, жәкеге отырғаным ғой, құрдасқа. Қалыңыз қалай? Жақсысыз ба? Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Аман. Біздер сол. Осы жас спортшыларды көрсетейік деп, түсірейік деп каналымызға алып келе жатырмын ғой, класстасын. Енді сіз біздің кезімізде сіздер үйреттіңіз мына жерде, енді жалғастырушы Жаслан ғой. Иә, сол. Енді соларға қазір барлық тізгінін бердім, аттың. Давай. Иә, рахмет. Чемпионаттар шығарымдар. Сол біздің поселкті келіп түсірейін ниеттен. Жақсы сау бол. Жақсы сау болыңыздар. Осы кісі О, құрдас. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Денсаулық қалай, жақсы ма? Уағалейкум ассалам. Нема, көп па келетін балалар? Жалпы 300 ғой балалар, таңертең. Қайта келеді. Сосын кешке деді? Жұмыс жасап отырмын. 2 рингті іште мұнда. Мен алдында бір рет келгенде қайрат болды ол мезгілде. Сонда бір ринг болған сияқты болды осы жерде да? Осы жерде бір ринг болды. Ал өзіміз өзгертіп 2 ринг салып бастадым. Мержанымыз жоқтай да? Біздің бауырымыз бар, класстасымыз Мержан деген. Ол дзюдодан тренер, және де одан мықты чемпиондар шығып жатыр қазір. Қазір таңда ол кісі Алматыдан ары қарай Ташкентке чемпионат мирға кетіп жатыр. Сондай біздің осындай мықты жігіттер мен қыздарға сәттілік тілеп қойыңыздар. Және де бір айта кететін нәрсе де,
бұл жерде химпоселктің жігіттері ауызбіршілігі сондай, бірігіп жыл сайын Құрбан айт мерекесін өткізеді. Құрбан айт химпоселк, қара депо деп бірігіп, до того ауызбіршілік сондай, мына осы жерде өткізеді, және де қалада фок дейтін спортивный клубтар бар, сол жерде де өткізеді. Мықты ойыннан, жаңағы волейбол болсын, футбол болсын, барлық саладан, күрес болсын, сол жерден бірігіп осындай Құрбан айт мерекесін өткізеді. Соны өзі қандай керемет ауызбіршілік та. Енді қазір мен туып өскен жеріме, туып өскен үйіме баратын боламыз. Кеттік. Ертең Индерге кетіп батырмын. Шаруамен, сонда түсіріп кетейін, мен туған жерім қай жер деп көрсетіп, үйді бәрін деген сияқты. Осы жерде туып өстім деген сияқты. Соны көрсетіп кетейін дегенім ғой. Қалайсыңдар, жақсылар ма? Бірінші келе ме бұйыр? Иә, бұйырса келеді олар. Иә, мен өз таңертең тұқайта. Тұқайта сияқты. Нұрбек апа хабарлайды ғой, айтады ғой. Мен домбыраға қатысып басында үйреніп жүрген мезгілде осы домбырамен үйрендім ғой. Осы домбырамен. Бөлесіпті аяқпен теуіп сындырдым оны есікті. Қызық етті. Мына люстр баяғыда маған үлкен болып көрінетін, қазір өзім бойымен де бір дейді. Мына фотодағы мен іліп қойған мен комнатыма. Домбырадан жарыс болды, содан бірінші орын ұтып алдым да. Мына жағы диск, мына жағы кәдімгі кассета салатын. Қызықты, әлі тұрды, жасайды ғой да? Жасайды. Радио тыңдап жүрсің ба? Жақсы, ауыт әте онда? Ал жақсы. Все, хабарласамыз бұйырса, иә? Связдамыз онда. Алиш, салам алейкум. Жақсы, өзің қалайсың? Бұл дейтін Activity Education деген обучающий центр. Бұның несі руководитель Сергей Журавлев Сергеевич деген жігіт. Сәлематсыз, қалыңыз қалай? Жақсы ма? Асхат. Есім Асхат болады. Так, у нас турецкий язык, английский язык, также есть китайский, корейский языки. Помимо этого мы предоставляем услуги подготовки к школе, для начальных классов тоже есть, и для взрослых тоже. Мы делаем специальные такие проекты, как интенсивные курсы, которые например, за 1,5 месяца, за 2 месяца могут ускоренно выучить языки. Но их я сама преподаю. Круто. А у вас получается офлайн, да, всегда? Офлайн. Только офлайн? Да. Онлайн не предусмотрен, да? Возможно будет, но у нас kadrов не hvatait. Evet, aslında bu çok güzel bir şey. Yaptığınız projeye destek veriyorum ben de. Çünkü etrafımızda hani girişimci insanlar çok ama başarılı insanlar çok az. Bu yüzden de sizin gibi bilgili insanların yardımına çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yaptığınız projeyi desteklemekle beraber bence çok faydalı bir iş yaptığınızı düşünüyorum ve size bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Selam. Саламатсыз ба? У нас вот подготовка в школе, это включает и робототехнику, они здесь Лего разбирают. Здесь у нас оснащены компьютерами, разными гаджетами. У нас робототехника по субботам и воскресеньям бывает. И до 13 лет у нас занимаются дети. А вот в общем сложности сколько учеников в этом центре? Сейчас их 40. 40 человек? Да, 40 человек. А вмещаемость максимальная? Вмещаемость, возможно, там 75 человек, потому что у нас еще есть этот зал внизу. То есть получается на 50% заполненность? Да, на 50%, так как это начало года. Да, ясно. А у учредителей, собственника бизнеса есть цель, то что заполнить на все 100%? Этого всего у вас 50% загружаемость. Да. То есть 40 учеников в данный момент. Но вы можете до 70 сделать, правильно же? То есть 70 это будет у нас 100% загружаемость. Значит, нужно 50% еще нагнать клиентов. Теперь вопрос, естественно, насчет рекламы. Почему я вас спросил? Вы сказали таргет, правильно, да? Да. Таргет, потом WhatsApp. И сарафанное радио также. Сарафан и тугис и так далее, да? То есть получается входящий трафик у вас на телефон. Это либо Instagram, либо WhatsApp, мессенджер, либо звонки.
правильно же, да? Есть. Там через Тугис нашли и так далее, и звонки, все. Теперь этот момент кто обрабатывает? Вы Да, сказали слушайте, вы. да. Вы. То есть, смотрите, у нас так, в директе, который обращение делает, их обрабатывает продажник онлайн. И он перекидывает мне, а дальше я его обрабатываю. Закрываете, да? Да. Вы когда закрываете, вы сразу, как бы сказать, есть же продажа, вот разовое посещение есть, посещение на месяц есть, а есть абонентское посещение там, на 3 месяца или 6 месяцев. У нас на месяц, большая часть. У вас на месяц. А Да. какие продукты есть? Ну вот турецкий язык, робототехника. Ага, турецкий язык, робототехника. А по пакетам, какие пакеты есть у вас? А такого нет у нас. Разово бесплатно есть? Да. Бесплатно Первый есть. урок бесплатный, да. Потом на первом уроке вы закрываете на продажу. Да. Вообще рекламу Просто вы в тратите. таблице вводим, а считать конкретно каждый день нет. Ага. А сколько денег вы тратите на рекламу, вы считаете? Это менеджер у нас, маркетолог считает. Это все там должно учитываться. После чего, после всех расходов остается маржинальность компании. И собственник бизнеса должен управлять этой маржинальностью, а потом передавать работу управляющему, чтобы управляющий управлял бизнесом. Вот. Теперь здесь такой момент. Здесь вам однозначно нужно второй момент разделить функции. Разделить. Делегирование. Да, то есть функция. Вы как единственное лице управляющий, вы как и учитель 2 языков, вы еще, получается, продажник. Когда приходят люди продажник, то есть это 4, и вы за что будете отвечать, и поэтому пойдет где-то что-то бардак, и поэтому люди здесь приходится меняться. Возможно так. Поэтому нужно во втором, то есть разделить все функции четко. То есть учитель, значит, учитель должен заниматься учителем, да, например. Управляющий, он должен управлять сотрудником полностью. Продажник, он должен продавать. Но учители, здесь я согласен, можно добавить функцию продажа. Продажа плюс учитель. Почему? Потому что менеджер закрывает, вот менеджер, входящий поток идет же, он закрывает, его задача не продать стоимостью, а его задача продать на первый бесплатный урок. Пришли, чтобы на пробу. Да, на пробный урок. Здесь, Ну, в например, принципе, у нас так и делает онлайн-продажник. это нужно теперь считать. 10 человек, задача учителя на пробном уроке дать полный, прям с Максимально. превышением, отдать полностью, и в конце, чтобы человек на эмоциях был, Сразу. в этот момент заснять на видео, взять обратную связь, отзыв для Инстаграма же. О. И после этого задача учителя закрыть на абонементскую плату на месяц, либо на 3 месяца, а сделать вообще в KPI, где зарплата у него указана, учителя, сделать бонус. Если он закрывает на 3 месяца вперед полной оплаты, тогда учителям идет какая-то премия. Они будут заинтересованы, что у человека не на месяц закрывать, а сразу на 3 месяца. Вот тогда уже на будущее у вас будет столько студентов заполняемости. Как вам? Ну, это обычно в бизнес-тренингах там неделями обучают, вы там за 5 секунд все объяснили. Еще, тем более, я лингвист, я с цифрами не особо дружу. И так как вот моменты, как вы указали, подробную информацию именно по частям и по инструкции, мне это легче понимается, потому что я визуал человек. Визуал и аудиал Да, вместе, да. все вместе. И поэтому, например, вот я свою ошибку поняла, что я делегировать не умею, во-первых. Во-вторых, что касается учителя, например, KPI сказали, вот этот момент меня очень заинтересовал, потому что мы им как бы ставку даем определенную, но насчет мотивации я не додумывалась, так Вот скажем. круто, теперь будет. Теперь будем Да. это уже. Садик, да? Садик важная штука. Жидик. Начнем с меня, да? Ассалаумалейкум. 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 Асхат вас. Түсініп жатыр андай. Мысалы біздің алдымызда бір точкамыз болатын, кішкентай бутик сияқты. Соның ортасына тұрып, осы үшін заказ жинайтын ек басында. Жақсы. Я соны біліп жатырмын қазір, то что, оказывается, кірген адамдар емес, сіздер еще исходящий доставка жасайсыздар, да? Доставка. Керемет, не. А не ма, доставка күніне көп бола ма? Қазір 25-30 доставка. 25-30 доставка күніне. Иә, күніне. Күшті. А выручка жағынан қалдай болады примерно? Қазір бір күндік па или айлық? 25-30 деп жатсыз ғой? Сол 30-дың выручкасы қандай болады күніне сонда? 150 мыңнан 200 мыңнан 200 мыңға дейін ба? Ол күніне? Иә, күніне. Ол только доставка? Күндері. Еще мынде де бар, офлайн, да? Бұл осы жерде офлайн магазин. Жақсы. Бұл магазин бізде больше как витрина сияқты қолданамыз. Жақсы, керемет. Клиенттер келеді, көреді, одан кейін
Бұл жерде сізде только не ғой, көкөністер да? Иә, только овощи, фрукты. Тек қана овощи, фрукты. WhatsApp, Instagram арқылы. Фото WhatsApp, да? Пока біздің өзіміздің объемымызға WhatsApp-пен негізген. Ал неше, мына товарларды нелерді қайдан аласыздар? Товарларды осы жерде, местный жерде. Местный, оптовый аласыздар, да? Оптовый жерде. Заказ берген адамның счетына платеж жібереміз. Одобрить етіп. То есть, я, Каспий, счет на оплату. Счет на оплату. Каспийдің ішіндегі, да? Керемет. Вот, құрметті достар, құрметті атыраулықтар, егерде үйлеріңізде көкөністер бітіп қалып жатса, біздің Жидек дейтін магазинге хабарласып, сізге осылай әдемі түрде мына упаковкасымен, доставкасымен және мына сухофруктын отдельно салып қойған. И еще мына жерде қарап отырсаңыз, мына чегін барлығын көз алдыңызда, үйден шықпай-ақ сізге доставкасымен жеткізіп береді. Все, бұл үлкен супермаркеттегі сияқты ғой? Иә, үлкен супермаркет, то есть веспен алдау, не деген ондай вообще жоқ бізде. Мына кез келген нені қоямыз. Грейпфрут. И мына жерде весінің бағасын автоматом көбейтіп шығарады. 540 грамм. 548 грамм мына бағасы. Окей деп бассаңыз, можно яқтан. Атика веб деген программа, да? Наличными, карточка деп бассақ. 630. Номер телефонында осы жерден көрсетесіз? Жоқ, оны уже неден жібереміз. Он бөлек приложение, да? Приложение жібереміз. Номер болғанда вообще зың болып кетеді, да? Бізде шынды айтсақ, не деп франшиза деп ойлайды көбісі. Иә, франшиза деп ойлайды, потому что бұның бәрін с нуля өзіміз разработка жасап, атында, несінде, дизайн кім? Дәурен танисыз ба? Ринат Темірболат жол. Ринат деген жігіт өзі логотипін, несін бәрін өзі жасап берген. Жұбатыр салған да, бірақ? Мынаны жұбатыр салды, заказ. А вот неге франшиза емес? Франшиза болға әлі дайын емеспіз. Қазіргі біздің средний наценка 18%, а чистая прибыль 5%. Иә, осындай дүние бар біздің Атырауда. Так что, құрметті достар, Жидек дейтін магазинге келіп, келмейді заказ беруіңізге болады. Рахмет, танысқалы қуаныштымын. Рахмет сізге. Сол кешке тағы да көрсеміз, иншалла. Кайф вообще. Именно Жидектің учредителі ашық предприниматель. Вот сондай ашық предпринимательді жақсы көремін да, потому что ашық предприниматель всегда ашық и результаттарға тез жетеді да, иншалла. Міне сыйлықты көріп отырсыздар ғой да. Құрметті достар, Жидек дейтін Атырауда міне овощи, фрукты сататын магазин, автоматизированный, ішкі кухнясын бәрін қарадық. Керемет, вообще бәрі керемет. Міне бізге до того мындай сыйлық жетіп, представляете, міне. Қазір кешке тағы да кездесеміз, и иншалла бұл магазинге көмек үлесімізді қосатын боламыз. Майкл? Ақтауға біз келдік қой. Ақтау келгенде мен сторис жүргізе бастадым. Батыс Қазақстанның өзінің местный атмосферасын көрсету, неге алмай алам. Біріншіден танысқаныма қуаныштымын. Екіншіден барлықтарыңызды көріп жатырмын, мына жерде общаться етіп жатсыздар, барлықтарыңыз ашық екенсіңдер. Ол керемет, потому что біз ашық болсақ, неғұрлым соншама керек полезный информация аласыздар да. Жарты сағатта бір разбор жасап үлгерейік. И жарты сағаттан кейін менің тарапымнан сіздерге ұсыныс болады, то, что я хочу, то, что это менің целім, мақсатым. После этого разбора я с вами поделюсь, хорошо? А қазір давай, мен бар опытымнан постараюсь вам разбор сделать, помочь, где-то что-то посоветовать только по опыту болған нәрселерден. Кеттік, бірінші кім бастаймыз? Жидек па? Кеттік па? Бағлан, давай. Сіздер тарапынан таныс болайық, дос болайық, инстаграмды көріңіздер. Бүгін өткізген кешіңізді бостан босқа өткізген жоқсыз деп сенемін, потому что бұл жерде күшті талқылау болды, күшті әңгіме, күшті информация, полезно өздеріңізге алған деген ниеттемін. Осы сала бойынша да инфобизнес бойынша сізге де бір не запускай етсеңіз болады, жақын ара болсын, жалпы не болсын, өте жақсы не бар екен сізде, опыт бар. Платное обучение жасаңызда осы бойынша өте жақсы өтеді, себебі мен мысалы алар едім курсыңызды, онлайн болсын да. Рахмет ниетіңізге. Бірақ та білмеймін, ойластырамын ғой, тоже қараймын, потому что бізде қазір традиционный бизнесқа көп усилие жасағымыз келіп тұр да.
әлекеңнің офисіне барамыз, әлеке сенікіне барамыз. То есть каждый точкалерге барып кетіп, соның бәрін көреміз деп ойладық та. Біз 2 точкаға бардық да? Уақыт болмай қалды. Иә, уақыт болмады. Апчевитиге бардық, сосын жидекке сап кеттік. Сондай ой. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Біздердің осы Зира жобамыз. Бұл жоба деген қалай 14 күнде ақшасыз батыс Қазақстанның ауыл, аймақ, регион өңірлерін аралап шығып, және де ол жердегі кәсіпкерлермен кездесу. Болды ма? Сіз яғында кім сияқты болдыңыздар ғой? Арбамен жүрген кісі. Иә, ну, современный түрі. Біз сол арбамен жүрген кісімен кездесеміз дедік, кездесе алмадық. Біздің де өтті осы әкімшілік бар. Өтті ма? Керемет. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біздер Индерге де жетіп қалдық. Индер керемет. Енді Атыраудан Индер трассасы жаңбыр болды. Ол жерде кәдімгідей страшный жаңбыр құйды, жол көрінбеді. Камераға түсірмедік, өйткені қорқытық деймін. Қорқынышта болды ғой енді, бір Аллахқа сенеміз енді. Бірақ сонда да бізге жолымызды ашып, мына Индерге келгенде қандай күн керемет шығып тұр. Индер жылулықпен күтіп жатыр. Қазір жастар орталығында осы Индердің, ауылдың шағын кәсіпкерлерімен кездесетін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Кәсібіңіз қандай сала? Қыз жасау, тігін. Енді тігін туралы более детально түсіндіріп айтып келсеңіз. Вот, то есть определенный адамдар сізге хабарласады. Соның ішінен ақ 3-4 келеді. Енді сол сіз даже мына жақта қазір просто есіңізден айтып отырсыз ғой. Ал мына жерде сіз тоже санамайсыз, значит, да? Қанша адам сізге хабарласқанын обязательно есептеу керек. То есть біріншіден мындай воронка кетеді ғой, көріп отырсыз ғой, да? Мындай воронка кетеді да, мына. Звонки арқылы сізге бір определенный адамдар хабарласады. Примерно есіңізде бар ғой, бір айда қанша адам звондайды, немесе қанша адам Instagram жазады, немесе қанша адам WhatsApp-қа хабарласады. Бір айда примерно. WhatsApp-тан көп жазады енді. Instagram-нан бір 20 шақты болады. 20 шақты айына хабарласады. WhatsApp-тан примерно тоже айтсаңыз. Шамамен. По ощущению дейді ғой. 30 адам, да, примерно. Ал звондап неше адам хабарласады бір айға? Менің айтқан дүнием адамға көмек беріп, өмірін жақсартып отса, өзімден күшті болып шабыттанып қаламын да. Бүгінгі кездесуіміз тамамдады, бітті. Енді біздің мақсатымыз кәсіпкерлермен кездестік, білімімді бердім деген ниеттемін, үлесімді қостым деген ниеттемін. Сол туралы, енді бүгінгі болған кешіміз туралы бір-екі сөз айтып жіберсеңіз. Енді біздің мақсатымыз сіз келеді дегенде осы Индердің кәсіпкерлерімен бәріне осылай ақпарат болсын деп осылай ұйымдастырып жатыр. Сізге рахмет көп осында Индерге соғып, бір ақпаратты бөлісіп келіп жатсыз. Сіздерге де пайдасы тиеді деп ойлаймын енді. Сіздерге де рахмет көп келіп жатқандарыңызға. Басқа не айтамын? Иә, барлықтарыңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқаныңызға. Данар, сіз бір-екі сөз айтып жіберсеңіз, енді сізге бүгін толықтай разбор болды. Керемет, ертеңнен бастап есе жүргізетін боласыз. Әншіні сөйлегенде ерім осындай сөз келмей қалады, ауыз Айтып едіңіз, қалай кәдімгі қысылмай, қиналмай да. Күшті болып жатыр. Ұнады ма? Рахмет. Инстаграмға жазып аламын, сосын телефон соғамын. Хорошо. Рахмет. Жаңа идеяларыңызды көріп отырық. Қандай жетістікке жетіп жатсыздар. Тек алдағы уақытта сондай жетістіктер көп болсын. Амин. Соны тілеймін. Сол басқа кәсіпкерлерге де тек өздерінің бизнестерінде, кәсіптерінде жеміс тілеймін тек. Амин. Рахмет сізге бар. Бөлісіп отырып, таныстыра кетіп отырыңыз деймін да? Қостанайға неме Оралмен ба? Через Уральск кетем ғой. Бізде жетіп қалмаймыз онда. Газельмен ба? Екі адам бар ма? Артқа отырып кетсекші. Артқа.
кетіп жатырмыз, сынаватырмыз. Солай, короче, барлығы көрсетатырмыз. Солай да? Сол енді сөйлеген жоқпын ғой. Өшін қараңыздар, достар. Қандай керемет. Бұны қашаннан бастап жинап жатсыздар? 2 күннен бері жинап отыр. 2 күннен осы толып қалды да, почти. Машалла, керемет. Қашан жүрейін деп жатсыздар? Бұйырса, Алла қаласа ертең. Ертең да? Жалпы уже барып келген жігіттер бар ма? Жоқ, енді бірінші не ғой да, барып кеткен деп тұрған. Машалла, керемет. Құрметті достар, қараңыздар. Индер ауылынан жігіттер, мықты жігіттер осылай барлығын өздері ұйымдастырып, жинап 2 күн ішінде қаншама заттар жиналды. Осының барлығы Аллахтың қалауымен Қостанайға, бауырларымызға көмек ретінде кететін болады. Жаңағыда Қостанайдағы болған нәрсеге оқиға бауырлар үлесін қосып көмек жинап жатыр. 2 күнде жиналған заттар міне қандай керемет. Еще ақша бар, ақшалай заттай көмектеріміз. Просто екінші досыңызбен, водителіңізбен сөйлесіп көріңіз. Айтыңызшы, осылай екі жігіт осылай деп. Оралға дейін. Еще таңертең шықсақ, нешеге дейін жетеміз ол жерге? Просто ол жерде екіде кездесуіміз бар да, кәсіпкерлер. Әбеттегі ма? Әбеттегі екіде. Жүре алмаймыз да. Орал енді 5 сағатта жүресіз. В общем, Индердің жігіттермен кездестік, по пути жаңағыда мына Қостанайға кететін көмектерін солмен жетіп қаламыз ба деп тұрмыз Оралға дейін. Оралға дейін, оказывается, 5 сағат екен. Вот керемет та, тап болды. Иә, Қостанайдың арқасында, иншалла, біздер де Оралға жетіп қаламыз. Кішкене не, теңіз жақ ашпайды. Жалпы балық бар ғой да? Балық бар, шүкір. Балық аулайды. Аулайды бар. 320 километр, газельмен где-то 4 сағат шама жүресің. Жегілмешеме 3 сағатта, 2 сағат жарым, 3 сағатта барасыздар ғой. Бұл садик болды, садик. Индер ауылында керемет жерге келіп жатырмыз. Мына жер дейтін вообще сөзбен айта алмай отырмын да. Қараңыздар, қандай закат, қандай ана тұзды көл ар жағындағы. Және де бұл жерде карьералар, как будто Марста, бір басқа Исландия дейтін жерлерде жүрген сияқтымыз. Мына атмосфераның өзін қараңыздаршы. Жаңа жылқылардың қыстау жасайтын жері ғой. Қандай керемет, а? Қазір ана жерде бір кісілер жүр, сол жерге барып сұхбат алуға тырысамыз. Ау? Қазір. Нағаш, есет. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Біз осы жерге қонаққа келіп жатырмыз, Индерге. Сол мына күшті жерді көріп, соны келіп суретке түсірейік, видеоға түсірейік дегеніміз ғой. Қалыңыз қалай, ата, жақсы ма? Жақсы. Есіміңіз кім болады, ата? Жалғас аға. Есім Асқат болады менің. Бұл жерде не ма? Жылқыларға қыстау ғой, да? Сиырларға қыстау. Сиырларға қыстау. Осы жерде сіз қыстап, қарап, бағып отырасыз, иә? Керемет, керемет. Жақсы. Қалыңыз қалай, жақсы ма? Жақсыман. Ауыл тыныш па? Тыныш бәрі. Тыныш. Малдар бәрі тыныш па, әйтеуір? Жақсы ма? Сол осы жерге келіп жатырмыз. Көп туристер келеді екен мына жерге, да? Иә, келеді. Көп туристер келіп, суретке, тұзды суға неге түседі екен, иә? Нелі? Не бар, нелі? Нұрлы көл. Нұрлы көл? Тұзды көл. Соған барып, әмме керек. Емденіп кетіп жатыр. Емге жақсы екен, да? Емге. Сол тұзды көл туралы бір, ол қалай тұзды көлде болды, кореялары қалай шықты, сол туралы ақпарат білсеңіз. Мен оны айта алмаймын. Бұнда бүйірді шақты болған. Шақты болған, е? Шақты, естің уағында шақты болған. Содан 90 жылы дағыған. Жарылған? Дағып кетті, есті дағып кетті ғой. Содан кейін егемендік болған әркім нелерін бәрін әкетіп қалған, шаштыларын. Қалған үстеді мына Күләшапа деген 30 үстеді. Күләшапаның несі мынау үйі. Иә. Сол шақты жарылғаннан осылай таулары болды ғой, иә? Мына жерде бұрын ауыл болған ба? Неде 15 қожалықты болған осы. Неде 3 қожалық, неде 6 қожалық па?
15 қыз алып қойған бұл жерде. Мә, иә. Қазір уже мына бәрі кетіп, осы жерде тек мал шаруашылыққа қалған болып тұр ғой, иә? Мына жерде таныстырып жіберсеңіз кішкене. Енді бұл жерде Күләшапаның отырған жері 50 жыл отырған Күләшапа. 50 жыл. Енді ол кісі бар ғой қазір? Қазір бар. Аман жүрсін, иә, айтты. Жаңағы шал қайтқан 2010-да. Содан апам Күләшапа осы жерде отырыпты. Күләшапа кісі больницаға кетіп мына жаққа. Осындағы ол кісі, да? Біргез, да? Бірге. Бәрі біргеміз бәріміз. Мына жерден қалаға барып келу қиын емес па? Қашпырт жақында салдым, нерден білайын. Енді. Мына үйде 2002-де мына шақтың жігіттері салып берген Күләшапаға. Шай ішетін жері мына. Күшті. Баяғы сам мына не ғой? Шымай шам қалай? Бұрынғы шам дейбі айта ма? Иә, шаммен жағады. Керосин құяды. Керосин құяды мына жерден. Сосын, иә, бізде бұрын осындай болған үйде. Керемет, күшті. Париж демекші, осы Парижден да адамдар келіп, суға түсіп кеткен. Келіп отыр, иә? Контент түсіп, пешінің системасы ғой мына үйлердің барлығы. Иә, міне ар жағында да ұстасын жағы, ар жағын ұстады. Күләшапаның өзім жерде отырған, шалымен бірге 2010-да шалысы қайтқан. Одан қалған заттылар мынау. Ыдыстар баяғы ыдыстар ғой оны, иә? Қазір қалада мындай ыдыстар жоқ қой. Үй салып нетіп жатырмыз. Мына қаймақ шығаратығын ыдысы, мына қаймақ шығарат, сол жерде отырып. Мә, апамыз молодец, да? Жақсы. Мына жағында жуынатын жағы бар. Мынадан пештен ысиды. Иә, құрметті достар, біздер үлкен қалаларда бұндай нәрседі көре бермейміз. Үйлер болғанда мал қыстайтын жер ғой. Сол жерде керемет атамызбен танысып, ол өзінің үйінің бәрін көрсетіп жатыр жаңағыдай. Қай жерде тамақтанады, қай жерде жатады, қай жерде жуынады, соның бәрі қызықта. Мына біздің кең байтақ еліміздің жерінде, осындай кең далада саршұнақ дейтін не бар да? Жануар бар, тышқанның бір түрі. Сол саршұнақтың ұялары міне, тесіктерді көріп тұрсыздар ма? Осы тесікті кезінде іңдер деген да, ің деген сөзінен шыққанда іңдер деген. Енді мына кореялардан шыққан боры бар да, соны іңдер бор дегенде содан туындады деп айтады кейбір адамдар. Оны рас екен, рас емес екен білмейміз. Сол мезгілдегі орыстардың тілі келмеген ғой ің деген сөзге. Сондықтан индербор деп айтқанда индерборский деген содан туындаған дейді. Бірақ та оны білмейміз, рас екен, рас емес екен. Но сонда да историясы өте қызық екен. Есім Махуф Дастан болады. 1992 жылғымын. Осыдан 6 ай бұрын осындай ауылдық индерде бізде жоқ та балдар ойнайтын жер. Апаратын жер жоқ балда ешқандай. Сонда кәсіп бастағанымға ойға алып, сол кәсіпті иншалла бастадым. 6 ай бұрын басқа жерде помещение аштым. 200 квадрат метр, 6 ай бұрын. Ода 1-2 жаңа аттракцион болды. И адам саны көп, келуші көп болды да. Мен сондықтан уже бір айдан кейін уже ойлап бастадым да, сразу расширяться керек. Дұрыс, керемет. То есть, получается, бұл ауылға 200 квадрат метр аз. Аз, да. Біз енді районға жатамыз ғой, 17 мың населениеге. 17 мың населениеге. 3 садик бар бізде почти. Осындай тағы да басқа жер бар ма ауылда? Осы ең үлкен здание деп болсын тауып. Жоқ, то есть конкуренттер. Конкурент жоқ, конкурент жоқ. То есть детский игровойға, егер де ойға келсе, тек қана сізді сізге келетін болады да? Басқа конкурент жоқ. Керемет. А бұл жерде сұрайын деген аренда ма, әлде өзіңіздікі ма? Аренда, да? 400 квадрат. Тойхана болған ғой. 400 квадрат метр аренда помещение. 400 квадрат чисто осы зал, енді ана коридордың бәрін қосқанда 600 деймін осындай болады. 600 мың теңге айына? Жоқ, арендасы ма? Иә. Жоқ, арендасы 500 мың айына. 500 мың айына, почти угадал дейсің. И мындай сұрақ қой, енді 200 квадрат метрде болып жатқан мезгілде проблема просто неде болды? Помещениеда. Шағын. И адамдар көп келеді, үлгермейсіздер, ешкім сыймайды, бардак, содан болды. Сонда еще бана аттракцион әкелінсем, горкалар жоқ та онда. Үлкен горкалар келіп жатыр мысалы соған. Енді соның барлығын шештіңіз, масштабировкаға уже
таптыңыз как бы решение. Енді қазіргі таңда бизнесінде қандай тағы да проблемалар бар? Сотрудниктер. Жұмысшыдан. Основном сол, басқаларында проблема енді жоқ деп ойлаймын. Өзі жүргізсе, основном сотрудниктер табу қиын, тұрақты ұстап тұру қиын. 6 айда қанша сотрудник ауысты? Көп ауысты. Менде тек игровой емес қой, кафенің өзі, мысалы кафе болып та, сотрудниктің көбіне кафеде повар керек, официант керек деген сияқты. Текучка, да? Посудомойка сол. Основном жас қыздар келеді де, көп жаққа нетпейді бана. Жаздың уақытын жасағысы келеді, солай сияқты. Маған тұрақты керек та. Мына жерде енді тем более помещение үлкен, еще кухнясын бәрін дұрыстап, қызығады ғой адамдар жұмыс жасауға да осы жерге. Но текучка кадр барлық жерде де ол сондай. Өзімнің басымнан өтті, қанша энергия күш кетеді, каждый сотрудникке, каждый өзінің позициясын түсіндіру да. Мен сізге керемет жауабы бар ол решениенің. Бұл жерде енді барлық қарастырған, потому что 200 квадраттан қатысқан, енді 600 квадратқа көшіп жатыр. Енді кадр жағы кішкене проблема, ол жағын шешетін боламыз. Сондықтан осы жердегі кадрлар өзін сүйіп жасайтын жұмысын, өзінің балаларыңызды от души шынайы тапсыруыңызға болады. Құрметті достар, біздің Дастан бауырымыз интерде бізді үйге алып кетіп, өзінің бірінші бизнесін көрсетті, бизнесін көрдіңіз, жаңағыдай детский игровой центр деген сияқты осы үйге алып кетіп, бізді жаңағыдай осы проектпен ақшасыз жүрміз деп, осы жерге келіп бізді тамақтандырып, күшті мантымен, күшті тамағымыз өте тойдық. Мына жерде есет өзінің жаңағы несін жұмысын жасауға стол беріп, мына жерде бізге төсек салып күшті күтіп алып жатыр. Енді ертең бұйырса Оралға жүреміз. Және де осы кісілерден жаңағыдай разбор жасалды бизнестеріне. Енді бизнеске байланысты, сол кері байланысты айтсаңыздар, нұр үстіне нұр болар. Келші қызым. Ал мен есім Махов Дастан болады, мен жолдасым Ақтоты. Біз осылай семейный бизнес ашқалы жатыр. Жалғастырып жатыр, ашып жатыр. И осындай моментта осы Асхат бауырымыз Алла тағала жүріп тұр деп айтуға болады. Мысалға, бізге керек уақытта осындай совет, наставничество керек уақытында осы Асхат бауырымызбен кездесіп, тәтті шайлетіп, осы бизнес туралы біздің көзімізді көп есе ашты да. Осы күнге жатқан қайдан, қалай, неге олай дейтін нәрселердің бәрі көзіміз қатты ашылды қазір. Иншалла енді сол советтерді ұстанып, практика применить етіп, дамуымызға уверенмін да, осындай сөздерден кейін, осындай наставничестводан кейін енді. Көп сізге Алла разы болсын, жолдағы сапарларыңыз бәрі аман есен, бәрі ойлаған пландарыңыз бәрі жүзеге ассын. Алла тек сізге береке берсін, жолдарыңыз сәтті болсын, таңда жүріп барасыздар мысалы. Амин. Енді более уточненный сұрақта, бизнесті именно қандай өзіңізге полезный нәрселер, қандай салада алдыңыз? Так, насчет отчет жүргізу туралы, барлық отчет и персонал туралы, и системностьқа салу туралы, сол бізге қинап жүрген кішкене, системностьқа салып жүру. Вообще полный есеп туралы өте маңызды, сол есеп туралысы. Ол оңай каждый адам айта алмайды, каждый адам айтады, былай істе жоқ. Чисто сіз сияқты есеппен, каждый цифрмен, слайдпен тұрып, жарға түсіндіріп беріп жатсыз да. Басқа кісілер, перебью, облачно айтады, да? То есть можно былай жасауға деп айтады, но прям открыто. По факту айтпайды. Қанша обучение өттік, да? Мы тоже с разных сторон обучаемся, но нигде такого не было, чтобы четко нам сказали, нужно сделать первое это, второе это, третье это, типа айтқан, вообще ешкім айтқан жоқ олай. Поэтому менде қосыла кетейін, айта кетейін, большое спасибо. Действительно, прямо по фактам, на языке фактов разложили, все понятно, все четко. То, что у нас было на самом деле, вы немного былай не істедіңіз, да? Толчок бердіңіз, да, соған жасауға. Огромное спасибо. Сізге де удачи во всем. Бұйырса жасалайын деп жатқан жобаңызға тоже сәттілік. Рахмет, амин. Мы узнали эксклюзивную информацию. Да, в общем, сіздерге де көп рахмет. Ең бастысы жасау керек. Сосын мына жерде қоса кетейін, тағы да бұл кісілер кішкене қазір алған информациядан қатты эмоцияда тұр, что өзі кезде ұмытып қалып жатыр, қандай информация салада болған. На самом деле команда образованияда, именно найм, подбор персонала, как правильно нанимать, как правильно работать с ними, сол туралы білді. Және де как можно без таргета, без рекламы увеличить. Және де как можно создать спрос,
как можно инвестиции привлечь, как можно с инвестором договориться и открыть, масштабировать в другие точки, как масштабировать с одной точки. Вот это все моменты они узнали, и они узнали, что они крутая пара, которая дополняет друг другу. И вот это все они узнали буквально за час разговора, с сладким чаем, да. Вот. Рахмет сіздерге көп. Иә, бизнеске сәттілік, ал біздерге жол болсын, Есет. Шыңда көңіл шырқауды, таулары шоқ төбемізден бұлталды. Толағай боп туылмадым әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды.